Бүгінгі шығарылым көркем гимнастикаға арналмақ. Көркем гимнастика бұл нәзік жанды аруларға арналған спорт түрі. Небәрі 4-5 жасынан бастап қатысуға мүмкіндігі бар спортшылардың бойында қандай қасиет болу керек? Оған әсемдігіне, дене бітіміне, түр сипатына, секіргендігіне, әр қимылына қаралып барып бекітілеміз. Бұл спорт түрінен өтетін жарыстардың маңыздылығы неде? Қалмауға тырысамыз. Өйткені әр жарыстың өзінің мәртебесі бар, әр жарыстың өзінің деңгейі бар, әр жарысты өтетін өзінің біз білмей қалатын тақырыптары болады. Спортшылармен бірге өздеріңіз ақылдаса отырып шешесіздер ме? Қандай әуенге, қандай қимылдар жасауға? Бұның барлығы жалпы қалай туындайды? Ойдан құрастырасыздар ма? Енді оның бәрі әрине ойдан келетін нәрсе. Мысалы, спортшының деңгейіне қарайсың, дене бітіміне қарайсың, мінез құлқына қарайсың. Мысалы, бір қыз бала лириканы жақсы көрсе, біреуі тез жұмыс істегенді жақсы көреді. Топтыққа да солай келеді. Көркем гимнастика спорт түрінің киім үлгісі. Купальник дейміз. Енді купальниктің неше түрі болады ғой. Бізде купальник болғанмен оның қолының жеңі болу керек. Үстінде көркейген әдемі тастары болу керек. Ол өрнектелу керек. Өрнек болғанда ол өрнек өзінің биіне көрсете білетін өрнектелу керек. Сәйкес келу керек. Сәйкес келу керек. Бұл шығарылымда өткізіп алмаңыз. Сәрсенбі сағат 21:30-да.